Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді, үлпілдек 20 минутта дайын болатын печенье дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқамызды жарып, қант салып, жақсылап араластырамыз. Айранымызды құйып, ванилин, қопсышқыш саламыз. Сұйық құйып, ұн салып, жақсылап араластырамыз. Сосын осындай әдемі жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды 1-1,5 сантиметр қалыңдықта жайып, осылай видеода көрсеткен сияқты үстіне қант сеуіп жайып аламыз. Сосын осындай формалармен печеньелер жасайтын боламыз. Печеньелерімізді арнайы пергамент қағаз төселген табамызға салып, пеште 20-25 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне, біздің печеньелеріміз де дайын болды, өте дәмді болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ әрі тез дайын болды. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.